Ертоқым, одан кейін қамшы. Біздің атын сүріндетін кезде ертоқымды қойып, одан кейін қамшымен азамат жүреді. Одан кейін қазағымыздың азаматтар үстіне киетін шапандары, басында тұрған өрттері. Одан кейін аяғына киетін киімі аяқ киімі. Керемет біздің қазақтың киіміміз. Соңғы не? Балам, бұл қазақтың ұлттық киімі, яғни бұл әйел адамдардың ұлттық киімі, бас киімі және оның төбесінде үкісі, оюмен көмкерілген қамзолы және бала таза күмістен жасалған біздің әшекей бұйымдарымыз. Бисмилля. Жүре қой балам. Балам, бұл қазағымыздың ұлттық аспабымыз домбыра. Домбыра қазақтың нағыз киелі аспабы. Осы домбырамен адамдардың тұрмыс тіршіліктерін таныстырып, домбыраның үнімен жеткізген. Енді жалпы балам домбыраның құрылысымен таныстыра өтейді саған, е? Бұл домбыраның құлағы. Домбыраның құлағын кетіретін, осы жерден келтіреді домбыраны. Одан кейін домбыраның мойыны. Домбыраның мойында пернелері орналасқан. Одан кейін домбыраның шанағы. Бұл домбыраның шанағы. Одан кейін домбыраның қорғаны дейтін әжем. Домбыраның қорғаны. Одан кейін домбыраның чиегі. Одан кейін домбыраның дыбыс шығатын ойығы. Одан кейін домбыраның шегі. Үйретемін балам, кәнекей келе ғой. Ой, жарайсың менің балам. Менің өнерпаз балам. Кәні домбыраны аламыз. Мынау оң қолымызды балам. Оң қолымызды аламыз осылайнан. Қара, үш саусақты жұмамыз. Мынау бірінші саусақтың міне тырнағы жанын татамыз міне. Міне сыртымен. Міне о дұрыс міне. Кәні төмен ақысқа қағамыз. О. Ой, жарайсың балам. Асықпаймыз, е? Аха. Әкесім анасын. Маған қатынады. Ой, бана келді балам. Бүгін қызық күн өткіздік, е балам? Керемет күн болды. Қызық болды маған. Ай, жарайсың.